Ал кеш жарық достарым, қалайсыздар, амансыздар ма? Ал сіздерге жақсы жаңалық бар. Жақсы жаңалық деп айтайын ба? Құласы айырымдарыңыз білесіздер, айырымдарыңыз білмейсіздер. Бұрын біз бір атаға жай салып бергенбіз ғой, 3 бөлме. Біраз уақытта бір-екі айда бітіріп, ағаға тапсырып едік атаға. Енді ата өмірден өтіп кетіпті. Енді оны келіп бір хабар алған жоқ едім. Енді соны мына жақтағы қоңсылары, сол жерде тұратын тұрғылары айтып жатыр, атаға келіп хабар алмайсам, атаң үйінен қараусыз қалып кетті, адамсыз қалып кетті деп жатыр да. Енді аз біздің командамен шықтық. Қандай бар атаң, тағы да жас үлкеніміз бар. Сол Шымбайдағы хан мешітімізбен ойласылған халда сол Бақберген аға бар. Солармен біргелікте бір жақсы сол үйге лайықлы бір адам іздеп жүрміз. Енді соны қазір бір сол үйге лайықлы бір қожалық бар дейді. Бір әйел адам екен, білмеймін неше жаста, бірақ 4 жас баласы бар дейді. Ол жасап жатқан жері үй емес, кәдімгідей квартирада емес, бір гаражға ұстаған бірдеңеде жасап жатыпты дейді. Енді ол мешіттен оған қауендер болып тұрған екен, продуктілерін апарып, кеміс құтыларын апарып беріп тұрған екен. Енді мен қызығып жатырмын сол үйді барып қазір кеш болса да барайықшы, көрейікші, танысайық ол үйменен. Сөйтіп барып, егер именно сол айтқан қожалық көргенде сразу ол үйге лайық болатын болса, құдай қаласа, инстаграмға, ютубқа қоямын. Сол үйге бір таза қожалық отырғызамыз ағайлар. Так, сол сіздерім инстаграмдағы достарым, тосқалар бәріңіз хабардар болсын деп связға шықтық. Сәлем алейкум, рахматуллахи ва баракатух.